Қасқалдақ. Маңдаяқ, көгілдір қара түсті кішкентай құс. Бұл құстың сыртқы бейнесі көгілдір қара түсті қауырсындармен ерекшеленеді. Ал маңдайындағы ақ таңба, қасқасы оның атауына негіз болған. Қасқалдақ еті дәмді саналатын, өте жылдам, қолға оңайлықпен түспейтін ширақ құс. Сондықтан халық арасында жігіттің ойнақтайды бас бармағы, үйректің атқызбайды қасқалдағы деген сөз бар. Дәстүрлі ортада қасқалдақтың қаны ерекше қасиетке ие деп саналған. Ауызша тараған деректерге сүйенсек, қасқалдақтың қаны көкжөтел ауруына мыңда бір емдеп есептеліп, оның дәрілік қуаты жоғары болған. Сол себепті халық арасында қасқалдақтың қанына ерекше қажеттілік туындаған. Алайда бұл құстың денесінде қан мөлшері өте аз болады. Соған байланысты ел ішінде қасқалдақты 5 жерден бауыздаса да бір тамшы қан шықпайды деген ұғым пайда болған. Құнды әрі емдік қасиеті бар қасқалдақтың қаны тапшы болып іздегенде табылмай қоймайтындығына байланысты халық тілінде өте сирек кездесетін, оңай табыла бермейтін, әрі аса бағалы таңсық нәрсені сипаттау үшін қасқалдақтың қанындай деген бейнелі сөз ырамы қалыптасқан.